Ассалаумағалейкум қазақтарым. Мына бір ақымақтың арқасында бүкіл қазақша болып кетті. Уақытша некелеген кезінде шариғатта болған, мына сахабалар соғысқа кеткен кезде, бір емес бірнеше айға кеткен кезде, ұзақ жолға жүрген кезде рұқсат етілген, одан кейін атымен етілген. Бұл бірақ та мына шииттерде әлі күнге дейін мутадабби аталады. Бар сол сияқты мына ваххабит салафиттерде де бұл бар нәрсе аты мессияр деп аталады. Бұл үшін уақытша неке жасау үшін ақша төлеу керек әйелге. Сонда былай қарасаң, бұл кәдімгі заңдалған проституция болып есептеледі. Одан ешқандай айырмашылық жоқ. Сондықтан да жолуға болмайды. Егер алыс жолға шығып бара жатсаң, жаның әйелің салып, аузынан көпірге ауып дауласатында ақымақтарға сұрағым бар. Егер де уақытша неке рұқсат етілген болса, онда сен қарындасыңа, қызыңа, шешеңе рұқсат берер ме едің осымен шұғылдануға? Ойлан, ақымақ.